Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен кеңес беріп отырған Сәриева Әсеткүл көп жылдық еңбегі бар. Шығыс емінде, батыс емінде, қазақы емде көп жылдық тәжірибеменен көп кісілердің сауабын алған, қазақша айтқанда емделуге себеп болған маманның бірімін. Сондықтан сіздерге кеңестермен бөлісіп отырамын. Бүгінгі видеомда бөлісетін сіздерді бүйректі тазалау туралы. Бүйректі тазалау 1 килограмм сәбізбен 1 килограмм кәдімгі қара мейіз, тіптен қоңыр мейізді теркадан өткізіп 2 стакан 200 граммдық су құйып, жай отқа қайнатады. Астын басып қойып, 1,5 сағаттай қайнатады. Дайындалған сиропты 6 бөлікке бөлесіздер. Әр күні ұйықтар алдында дайындалған 6 бөліктің бір бөлігін ішесіз де жата қаласыз. Осылай 6 күн ішу керек. Бұл ем бүйрекке пайдалы. Бұл емді қайдан алдыңыздар десеңіздер, Тибеттен оққанымда, Тибеттің монастырлары тапқан рецебі. Енді жасарту эликсирі. Бұл да Тибеттің монахтарының пайдаланған емдері. Осы ауруларға жәрдем бере аламын, сондықтан WhatsApp-қа маған жазыңыздар. Жасарту эликсирі: 100 грамм ромашка, зверобой, бессмертник, березовые почки бәрін майдалап, қақпағын жауып қою керек. Кешке 1 қасық дайындалған шөптің қоспасынан алып, 0,5 литр қайнаған ыстық суды құйып, 30 минутқа қойып жауып қою керек. 30 минуттан соң мәрін емес, шүберекпен сүзу керек. Шөбін сығып, суын алу керек. Алынған қоспадан 1 стакан, яғни 200 мл құйып, 1 шай қасық бал араластырып ішу керек болады. Бұл қоспаны жатар алдында қолдану керек. Яғни жатарда ішсеңіздер, қоспаны ішкен соң тамақ ішпейсіз. Тіптен чайды да ішуге болмайды. Бірден ұйқыға жата қалу керек. Ал қалған суытылған дайын шөптерді парға жылтасыз да, ертеңгісін тамақтан 20 минут бұрын ішесіз. Осылай дайындалған қоспаны біткенше ішесіз. Күнделікті ішіп жүргендей етіп ішесіз. Бұл рецептің курс қайталауы 1 рет. Бұның результаты: адам организмінде обмен веществоны дұрыстайды. Жалпы адамның қан айналысын барлығын дұрыс орнына келтіреді. Организм тазартады. Майдан, известкович жиналған шлактардан тазалайды. Қан айналатын сосудтарды эластический етіп жақсартады. Склероз, мына ұмытшақтық дейміз ғой, ұмытшақтықтан да сақтандырады. Инфаркт, гипертониядан сақтайды. Организм жасарады. Бұл рецепт негізінде адамды жасарту рецепті қатарына жатады. Тіптен бұны тибеттер 5 жылда бір ішкен. Мен 5 жылда бір емес, қазіргі экологиямызға байланысты біздің жеген тамақтарымыздың химиялық қоспалары көп болғандықтан жылына бір жылда бір рет пайдаланған дұрыс деп есептеледі. Ол енді тибеттер бұрынғы кезде монахтар, олар таудың басында тұрды, шөп шалам ішті, табиғаты таза, экологиясы таза, жаңағы химиялық қоспасы бар тамақтар ішкен жоқ. Енді бізде қазір экологиямызда таза емес, тамақтарымыздың көбісі химиялық заттармен өсірілген болады. Сондықтан сіздерге осы рецепті жылына 1 рет пайдаланыңыз дегім келеді. Өзіңізді өзіңіз жасартасыз, организміңізге көмек етесіз. Сіздермен мен бөліскен Сәриева Әсеткүл осы рецепттерді пайдаланып, әр уақытта маған комментарий жазып, сұрақ қойып, WhatsApp-қа астына сілтемеге өтіп, WhatsApp-қа жазып, лайк басып, подписка жасаңыздар. Мен әрқашанда сіздермен кеңесімді бөлуге дайынмын.